вот представьте, ол клеткалар май басып кеткен. Май басып кеткеннен кейін өзінің жұмысын атқара алмайды. Жаңа 500 биохимический процесстер ақырын тоқтай бастайды. Түсінікті ғой, гормондар вырабатываться етілмейді, ферменттер, жаңағы бүкіл обменный процесс тоқтайды. Представляете, метаболизм құриды. Сондықтан бауыр өте үлкен жұмыс атқарады. Как раз таки жировой гепатозда егер де ол оған көңіл бөлмесек, жировой гепатоздың последствиясы да қиын. Енді жировой гепатоз неден пайда болады? Бәріміз білеміз, ол тамақтан. Қазір айтады ғой, вторичный обработкадан өткен тамақтар көп. Ол колбаса, даже мысалы фастфудтарымыз жеп жатқан, даже қазіргі базардан ет сатып аламыз ғой. Еттің өзі қазір зиян бізге. Не десеңіздер, етте өте көп қазір антибиотиктар көп салады, неше түрлі дәрілер салады, искусственный. Соның бәрі біздің ағзамызға барып, бірінші нагрузканы қайда жібереді? Бауырға келеді. Опять-таки, неправильное питание. Екінші, ол алкоголь. Алкоголь. Алкоголь в первую очередь бауырды құртады. Одан кейін біздің жүріп тұрғанымыз, қазіргі таңда айтады ғой, образ жизни біздің сондай. Отырамыз көп. Көп отырып жұмыс жасаймыз, қозғалмаймыз. Айтып қайта кішкене қазір 10 мың шақ деген информациялар келіп жатыр, адамдар кішкене жүре бастады. Но көбінде адамдардың жұмысы, мысалы 8 сағат жоқ дегенде олар отырады. Сидячий образ жизни. Соның өзі бауырға зиян әкеледі екен. Одан кейін хронический стресс. Стресс деген бізде депрессия, стресс қазір күнделікті өмірімізде бар, бір кішкентай информация, бір негатив кәдімгідей біз стресске кіріп кетеміз. Стресстің өзі не істейді? Стресс бауырға влиять етпейді, стресс бітеді. Стресс келген кезде біздің иммунный системамыз құлайды екен. Сол құлаған кезде жұмысын паразиттер кіріседі екен жұмысқа. Паразиттер стресс кезінде, то есть организм қышқылданады. Қышқылданған кезде ол жерде паразиттер тоқтамай көбейеді екен. Тоқтамай көбейгеннен кейін олар не істейді? Тышады, сиеді. Енді грубо айтқан кезде, олардың бәрі сол жерде откладываться еткенде воспалительный процесс пайда болады. Воспалительный процесс пайда болды ма, ол уже бірінші нагрузка опять бауырға. Түсінікті, То есть причина заболевания, енді былай айтқан кезде причина стресс болса, бірақ возбудитель жирового гепатоза, вообще печеночный проблемаларының ол паразит екен. Көп жерде. Паразиты, токсины, шлаки, одан кейін алкоголь, плохое питание, неправильное питание, сидячий образ жизни, окружающий это токсиндар жаңа айтып кеттік, біз ауада өте көп газ, оның өзі, өте қауіпті біздің бауырымызға. И сол жировой гепатозға келеді екен. Потом бауыр ондай нагрузка алғаннан кейін өзінің жұмысын атқара алмай қалады. Ең бірінші жұмысы оныкі фильтрация. Фильтровать ете алмай қалады, уже кетіп қалады да, и бауыр қабына бастайды. Сол кезде жаңағы жировой гепатоз болады, одан кейін ары қарай фиброз болады. Фиброз деген, гепатоз деген майланады, фиброз деген қатаяды да, кішірейеді. То есть уже рубцы пайда болады, бауырдың ішінде рубцы деген қатайып кішірей бастайды, кебе бастайды бауыр. А фиброздың 4 стадиясы бар, 4 стадия. 1, 2, 3, 4, 4 стадия ол цирроз печени, а потом уже жаңа карциома деген бар, бауырдың гипокарциома деген, в общем, бауырдың онкологиясы, ракы, соған әкеледі екен. Енді қандай симптомдар болады? Бауырына жировой гепатоз болып жатқанымызды қалай білеміз? Ең бірінші усталость. Мысалы, тез шаршап қаламыз. Тез жаңағы, мысалы, таңертең ұйықтап тұрамыз ғой. Көп кезде біз енді бодрый болып тұру керекпіз. Ал именно проблема жировой гепатоз болған кезде адам шаршап тұрады екен. Разбитый болып тұрады, настроениесі болмайды, денесін көтере алмайды, ол первый признак екен. Одан кейін оң жақ қабырғаның асты бір ауырады екен. Содан да білуге болады екен. Одан кейін көбінде вздутие живота, ішіміз кебе бастайды ғой, метеоризм. Кепкен кезде соның өзі тоже прямое показание екен жировой гепатозға. Вздутие болады, ауызға бір жаман дәм келеді, қышқыл дәм келеді, особенно таңертең.
Одан кейін кей кезде бірдеңкені ұмытып қаламыз, память, иә, ұмытып қалатын боламыз, ол да бауырға байланысты екен, представляете? И тамақ қорытылмайды дұрыстап. Мысалы, тамақ ішеміз, дұрыс қорытылмайды, бүйтіп асқазанда бүйтіп тұрады ғой, тоже сол екен. И қанда холестериннен қант көбейген кезде ол тоже оказывается прямое показание жировой гепатозға. Енді жировой гепатоз қаупі неменеге әкеледі, жаңа айтып кеттім ғой, ол бірінші мына гепатоздан кейін воспаление пайда болады ғой, воспалительный процесс болады, жаңа айттым, фиброз болады, одан кейін жаңағы фиброздан цирроз печени болады, одан кейін рак болады. Онкология болғаннан кейін болды, бүкіл система кетеді екен, бүкіл обменный веществ, гормон бәрі кетеді екен. Поэтому и даже бесплодияға да келеді, проблема щитовидкадан да келеді. Поэтому Жұмабек Рамазанович консультация бергенде қаншама консультация береді ғой, біз жай ғана телефонды беріп қоймаймыз, біз бірге тыңдаймыз. Сол кезде ол кісінің бәрін, біреу айтады, там щитовидкам ауырады, ана жерім, бәрін аяғында бауырға келіп қояды, именно жировой гепатоз, бауырдың проблемасына. Енді қараңыздар, егерде қалай сол жировой гепатозды емдеуге болады? Қазір медицинаға барады, олар диагностика жасайды, УЗИмен, фиброскан бар, жасаған кезде, бірақ шешімін бермейді да олар. Жировой гепатозға ем жоқ. Айтады, диета ұстайсың, жаңағы арықтау керек саған, жүру керек, оны бәріміз білеміз. Но оған прямое лечение жоқ екен. Как жировой гепатозға, как мысалы панкреатитқа, жаңа желчекаменный болезньға, застой желчіға прямое жаңағы лечение жоқ екен. Только айтады, меняйте образ жизни дейді, и мысалы желчта застой болса урсасан береді, там желчегоны береді, ал бауыр қабынса мысалы эссенциали береді, жаңа гипобени, гиптрал береді. Но оның бәрі уақытша. Вот представляете, уақытша ол проблеманы капсулировать етіп қояды, қайтадан келесі сол гиптрал уже көмектеспейді. Қаншама адам айтады. Мен просто бір видео салдым тиктоктан, сол кезде айттым, вот осындай причиналар, осылай болса, значит сіздің бауырыңыз қабынған. Одан кейін сізде ем таба алмайсыздар. Врачтардың бәрі мынау деп айтады. И действительно обратная связь кетеді ғой. Қаншама адам айтады. Сол дәрігерлердің білмейді ау дейді да, бірақ нәрсе соны жазып береді, болды. Ол маған көмектеспейді дейді. Мен айтамын, сіз енді дәрігердерді жамандай бермейміз, ол просто система сондай болып тұр ғой, действительно. Медикаментозное лечение қазір ол проблемдерді шеше алмайды. И мен ойлаймын да, значит, проблема не только медицинада, да, дәріде проблема. Значит, дәрілер қазір көмектеспейді. Неге спрос бар? Неге көп адамдар сондай проблемамен көп хабарласады? Значит, ол үлкен проблема. И біздің протоколдың адамдар іше бастағаннан кейін қандай керемет нәтиже болып жатыр. Көзіміз жетті соған, көріп жатырмыз. Жировой гепатоз да кетіп жатыр, панкреатит те кетіп жатыр. Жаңағы даже онкология печениға да күшті нәтиже алып жатыр. Сондықтан енді бәрі сол жировой гепатоздан басталады. Ол просто сигнал. Нужно перезагрузку делать бауырдың. Бауырға басқалай қарау керек. Мына біздің протокол бәрі айтады да, мысалы, бір ғана өнімді ішсе болмай ма, ананы енді бауыр, мен айтам, 500 биохимический процесске жауап берсе, қалай сіз бір өніммен оның проблемасын шешкіңіз келеді деймін да. Сол кезде адам өзі ойланады. Мен айтам, сіздің бауырыңыз істемесе, сіздің суставтарыңыз кетеді. Потому что суставы напрямую связаны с печенью. L-пролин, L-гистидин деген, жаңағы айттық қой, 500 биохимический. Сол аминокислота не вырабатывается. Потом паразиттер, когда наступают, олар жейді ана жерді. Опять фильтр жұмыс жасамайды. Сондықтан бұл системада бәрі бір-бірімен связаны. Енді түсінікті, жировой гепатоз жайлы. Ары қарай кеттік. Жаңағы жировой гепатозбен суставтардың связін кішкене айтып кетейік, олар бір-бірімен қатты, нақты бір-бірімен связаны. Енді печень главный фильтр болғандықтан, печеньде, когда жир накапливается, жировой гепатозда, она не справляется, вот вы видите, токсиндер шығара алмай қалады. Токсиндер шығара алмай қалады, ол токсиндер барады да, не істейді, қанмен барады да, именно суставқа барады екен.
токсины, паразиты, суставтың жидкости өте дәмді екен, оказывается, паразиттерге. Ең күшті питание екен, представляете? Почему бірінші суставтан кетеді? Потому что паразит сол жердегі синуальная жидкость бар, соны жейді екен, бірінші. А ол мына жақтан жеп жатыр, бауыр қайтадан элгистидін шығара алмайды, естественно, ревматоидный, то есть аутоиммунный ауру басталады именно суставтарда. Ревматоидный артрит, жаңағы полиартрит басталады, артроз кетеді, потом грыжа диска, протрузий, остеохондроз, оказывается, это все бәрі проблема печени, представляете? Когда вот Жұмабек Рамазановичтан бір видео шығарып түсіндірген кезде эврика болды ғой, действительно ғой, любой адам, который бауырмен жаловаться еткен, бәрі айтасың, уже үйреніп алдық. Ана жеріңіз былай ма? Иә дейді. Ана жеріңіз андай ма? Иә дейді. Щитовидкаңызда проблема бар ма? Узел? Иә дейді. Сустав ауыра ма? Иә, артритм бар дейді. Одан кейін по-женски проблема бар ма? Киста, миом, полип? Иә бар. Оны қайдан білесіз дейді да? Енді біз түсіндік қой, почему оны қайдан білгенде біз уже түсіндік, что бауырдан бәрі көп нәрсе байланысты. И, естественно, біздің ЖКТ-мыз жұмыс жасамайды. Ас қорытылмайды дұрыстап. Ас қорыту, мысалы, пищеварение қайдан басталады? Бірінші, оказывается, ауыз қуыстан басталады екен. Біз тамақты жұтқан, міне, шайнаған кезінің өзінде ас ауыздан бастап қорытылады екен. Вот представляете, да? Мен оны білмеппін. Мына сілекейіміз, ол бір железа ғой, ол бір нені расщеплять етеді екен. Одан кейін гортаннан өтіп, пищеводпен өткен кезде асқазан углеводтарды расщеплять етеді екен. Одан кейін асқазаннан 4 сағаттай тамақ қорытылғаннан кейін ары қарай шекке кетеді екен. Иә? Сөйтіп шекке келген кезде мына жақта 12-перстный кишкаға мына жақтан желчь лақтыру керек, мына жақтан ұйқы без өзінің желчь несін лақтыру керек, железасын. Сол жерде ол жаңағы 12-перстный кишкада активироваться етеді екен поджелудочныйдың несі, жаңағы жидкости. Иә? Сол жерде жаңағы ферменттер активироваться ету керек, желчныйдың несімен и жаңағы поджелудочный железаның, ұйқы безінің. И сол жерде да прям өзінің процесі бар. Сол да бұзылады екен. Неге? Бауыр істемегеннен кейін жаңағы желчекаменная болезнь, застой желчи пайда болады екен. Застой желчи болғаннан кейін негізі тамақ поступать еткен желчь бүйтіп, қалай айтсам, как мышца она должна, оказывается, бүйтіп кішірейді екен, шығару керек екен желчьті. Әрбір нәрсе мына пищеварениеде, мына ас қорыту жүйесінде өзінің жұмысы бар. Соның бәрі бір-бірімен связан екен. Сол кезде жировой гепатоз болса, обязательно панкреатит болады екен, ұйқы безінің проблемасы. Соның бәрін көзіміз жетті. Одан кейін обязательно, егер де панкреатит болса, значит, есть застой желчи, холестаз. Соның бәрі бір-бірімен связан екен. Поэтому тоже жаңағы жировой гепатоз, бауырдың проблемасымен, суставтың проблемасы, одан кейін жаңағы гормональный щитовидканың проблемасы, женские вот эти вот проблемы, кисты, миомы, полипы, соның бәрі содан екен. Поэтому бауырды өте жаңағы бауырға көп көңіл бөлу керекпіз. Өзіміздің жүретін жүрісімізге, тұрысымызға, одан кейін тамақ таңдауымызға міндетті түрде. Кеше бағана ғана қыздармен келе жатырмыз машинада. Даже Құранда, Құранда емес, хадистерде Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху айтады екен, сиырдың етін жеуге болмайды дейді. Сиырдың еті ауырға келеді, сүті пайдалы. Қой мен жылқының еті пайдалы екен. Понимаете? Даже қазақтар, мұсылмандар сол кезде біліп қойған сияқты қазір ізденіп, қалай дұрыс тамақтану керек, қалай вообще ағзамызды таза ұстау керекпіз, соның бәрін адам өзі зерттеу керек. Енді келесі проблема бізде панкреатит. Панкреатит туралы айтып кететін болсам, панкреатит деген, мен бүгін қазақша айтып жатырмын. Әдемі болмаса да, бірақ қазақша стараться жатырмын, потому что апаларымызды көріп, ұялып қазақша айтып жатырмын. Енді панкреатит туралы айтайын. Панкреатит деген ол воспаление поджелудочной железы. Железа деген ол өзі вырабатывать етеді екен. Сок вырабатывать етеді екен. Мысалы, бізде желездер, қандай желездер бар? Бізде
сілекей без бар екен. Одан кейін щитовидкамыз бар. Одан кейін мына молочный железамыз бар. Одан кейін поджелудочная железамыз бар. Надпочечники, ер азаматтың жаңағы железалары бар. То есть сол железалардың атқаратын өзінің жұмысы бар. И поджелудочная жаңағы ұйқы безінің тоже өзінің атқаратын, ол да ас қорыту системаға жұмыс жасайды, екінші гормондарды реттейді екен. Енді қараңыз, бірінші жаңа айттым ғой, экзокринная система функция деп айтады екен, пищеварительный, тамақ қорытуға ол да өзінің үлесін атқарады, именно поджелудочная железа. Ол ферменттерді вырабатывать етеді. Бірінші амилаза. Когда адамдар келбен уже жаңағы GPT чат, жаңағы TikTok, Instagram аман болсын, көп нәрсе білдік қой. Қандай, оказывается, ферменттерді выделять етеді екен да, поджелудочная железа. Мысалы, ол жаңағы амилаза. Ол амилаза не үшін керек? Ол, оказывается, углеводтарды расщеплять етеді екен. Углеводы, иә? Ал липаза жирдарды расщеплять етеді екен. Протеаза белоктарды расщеплять етеді екен. Представляете? И осы ферменттер, ана тонкий кишечникке барғаннан кейін активироваться етеді екен. Жаңағы күшейе бастайды да, и тамақ қорытуының жүйесіне, жаңағы процесіне кіріседі екен. Онсыз, мысалы, егерде мына ұйқы бездің сөлі 12 жаңағы ұлтабарға құйылмаса, онда ол қайтадан өзіне келеді де өзін жейді екен. Вот представьте, өзін қорытады екен. Қалай қорытады? Ұйқы без өз-өзін жей бастайды екен. Представляете? А ол уже поджелудочныйның қиын ауруы бар. Негізі ұйқы без тоже сондай орган, восстановить ету өте қиын. Оған да ем жоқ. Панкреатитқа да, панкреонекрозға ем жоқ мүлдем медицинада. Ал қазір бізде, былай қарасаңдар, иә, біздің протокол 1-мен қандай күшті результат алып жатырмыз. Панкреатиттан, понимаете? Сондықтан енді қараңыз, енді жаңағы бірінші функциясы айтып кеткенім, ол ас қорыту функциясы. Екіншісі эндокринная функция дейді, то есть гормондар. Қандай гормондарды вырабатывать етеді? Бірінші инсулин. Инсулин деген ол қанттың количествосын контролировать етеді екен қанда. Инсулин ол обязательно керек бізде. Ұйқы без жақсы жұмыс жасаса, бізде ешқашан сахарный диабет болмайды. Ұйқы без өзінің функциясын атқара алмады ма, болды, ол жақта қабынады. Одан кейін глюкагон. Глюкагон, наоборот, мысалы, сахарный диабет ауыратын адамдар, бірінші тип, олар бір состояние болады мынандай. Қанды төмен түсіп кетеді, гликемия, жаңағы гипосостояние құлайды. Когда қант, состав, количество қанда азайып кетеді. Адам өліп кетеді одан, ол состояние. Сол кезде, представляешь, поджелудочный, сол глюкагонды, который неде тұрған, запаста тұрған глюкагонды шығарады екен. Адам өліп қалмау үшін деп. Қандай вообще совершенная система, бәрі, вот идеальная система. Алла тағала бізді сондай жаратқан, что все, не бір нәрсені ұмытпаған ғой Алла тағала. Бәрі между собой связано. Потом сабатастин деген тағы бір гормон бар, ол басқа гормондарға жаңағы контроль жасайды, регуляция жасайды. Сондықтан ұйқы без екі жұмыс атқарады екен. Енді панкреатиттің, мен айтайын, панкреатит острый болады, панкреатит хронический болады. Острый, когда біз арақ шарап шығып қояды, алкогольдан болады екен, или токсичный тамақтар шығып қоямыз ғой, сол кезде болады екен. Острыйдың жағасы жеңіл. Ол вовремя жаңағы чистка жасап жіберіп, поддержка жасап жүрсе, ол острый фазадан шығып кетеді адам. Ал хронический қиын екен негізі. Хронический панкреатит қиын екен. Енді хронический панкреатиттің қалай білеміз ол панкреатит екен? Көп жерде ол енді постепенное разрушение поджелудочной железы. Ол ас қорытқан кезде ас қорыта алмайды да, и аяғы сахарный диабетке келеді. Оның жаңағы причиналары бірінші паразиты тоже. Бірінші бауырға қарайды, бауырдың жұмысы дұрыс болмаса, ол панкреатит болады. Екінші жаңағы панкреатит, ол неге келеді? Сахарный диабетке келеді. Сахарный диабет деген, мысалы, қараңыздар, ұйқы без болады ғой, ұйқы безінің фастопат поджелудочной железы болады, сол
температурасы высокий болады екен, как этот инкубатор сияқты. Сол жерде бета-клетки вырабатываются опять. Бета-клетки, которые вырабатывают инсулин. И оказывается, ең күшті қолайлы біздің паразиттерге, организмге түскен паразиттерге ең қолайлы жер екен. Как инкубатор сияқты. Олар сол жерге барып жабысады екен. Бүкіл сол жаңағы хвостопадты жаулап алады екен да, сол жерде өздерінің яйцаларын откладывать етеді екен. Откладывать еткеннен кейін ол жерде бета уже клетки не вырабатываются, естественно, жаңағы инсулин не вырабатывается. А инсулин вырабатывается, это же гормон целый, иә? Одан кейін проблемы начинаются именно с сахарным диабетом. Қан көтеріле бастайды біздің қанымызда, иә? Енді қараңыз, қандай симптомдар бар? Ол тяжесть, вздутие, постоянно метеоризм, адамның іші кебеді, одан кейін понос болады. Не жесе де туалетке айдап тастайды, да? Екінші, үшінші, бұл жерде еще дәрет, үлкен дәрет майлы болады екен. Майлы болып шығады екен. Или просто жидкий болып шығады екен. Екі түр. Одан кейін дефицит витаминов прямо адамға проявляться етеді екен. Поэтому хронический панкреатит это өте қауіпті нәрсе. Ертең ол панкреонекрозға келеді. А панкреонекроз деген это полное разрушение поджелудочной железы. Жұмабек Рамазанович көп айтады ғой, осы кімнің Асанәлі Ашимовтың 2 баласы сол панкреонекроздан кетті. Не могли спасти, хотя вроде бы знатные, великие люди, да, Казахстана, никакие деньги, никакая медицина, даже сызғанта не смогли помочь, потому что опять-таки ұйқы без, да, это панкреонекроз, это страшная болезнь, поэтому соған доводить етпейік. Енді мына жерде жаңағы связь деп айтып жатырмыз ғой, көбінде панкреатит желчның застойынан пайда болады екен. Енді бауырдан ғой опять басталып тұрған. Бауыр дұрыс жұмысын атқармайды, желчь дұрыстап вырабатывать етілмейді, качественный застой болады, қоюланады, ол одан кейін дұрыс жұмысын атқара алмайды, ары қарай уже ол жаңағы панкреатитке келеді. Потом алкоголь, арақты көп айтып жатырмын енді. Действительно, арақ, алкоголь это вот разрушает поджелудочную железу страшно. Біз кей кезде енді бұрын адамдар айтады, ой, там кішкентай ғана бір бокал вино іштім, сол бір, оказывается, 50 грамм вино кәдімгідей страшный интоксикация береді екен, ұйқы безге де, бауырға да. Потом токсические воздействия на лекарства, опять-таки, да, беспорядочное применение лекарств, вот эти вот обезболивающие всякие, да, крионы, ферменты, урсасан, беспорядочно, мезим ішеміз кей кезде тамақ қорытпай қалса, соның бәрі, опять же, ұйқы безге жаман воздействиесі бар екен. И паразиты, жаңа айтқан лямбли, апистархоз, печеночный сосальщик, соның бәрі поджелудочный железаны жақсы көреді екен, ребята. Енді ары қарай кеттік, иә, панкреатит. Енді панкреатит пен жировой гепатоз, бірінші вообще жировой гепатоз пайда болады. Жировой гепатоз пайда болғаннан кейін ары қарай жаңағы инсулинорезистентность пайда болады. Инсулинорезистентность деген уже біздің организм инсулинге жаңағы реакция бермейді. Понимаете, это уже начало диабета 2 типа. Начало диабета 2 типа. Потом отток желчи нарушен, и поджелудочная страдает, и появляется панкреатит. Сондықтан ал панкреатит жаңа келетін, ол пищеварение болады, диарея болады, дефицит жаңағы жирных растворимых витаминов А, Д, Е, К, диабет болады дедім, снижение иммунитета, энергии, потеря веса и сил. Панкреатит деген енді сондай бір қиын ауру. Енді қараңыздар, ары қарай панкреатитті айтып кеттік, мен просто поверхностно айтып жатырмын. Қазақша айтқаннан кейін кішкене бір короче болып жатыр, да, орысша айтсам бәрін глобально айтар едік, иә. Бірақ бәрімізге түсінікті деп ойлаймын. Енді қараңыздар, мен бұрын ойлайтым, гепатит болады, бір вирустан ғана бола ма деп ойлайтым. Оказывается, гепатит туралы қазір айтып кетейін кішкене. Гепатит деген ол жаңағы не только вирустан болады екен. Гепатит и лекарственный болады екен.
от лекарств опять токсин, да. Лекарство, когда адам асқазанға жаңа біз антибиотик көп ішеміз, неше түрлі дәрі ішкеннен гепатит даже лекарственный болады екен. Екінші вирусный гепатиттер болады, ол А, Б, С, Д, Е. Ең злосчастный, ең қиыны мына Б мен Д екен. Екеуі бірге жүреді екен. Дельта мен Б. Сол олар мысалы А деген ол бір лас нәрседен шын қаламыз, анау баяғыда Боткина болып қалды, жылтуха болып қалды деп айтамыз ғой, сол А екен. А Б, С ол қанмен таралады екен, Б ол қанмен и плюс жаңағы половой немен путем жұғады екен. Одан кейін дельта, ең қиыны сол дельта. Дельта мына Б болған Б мен бірге жүреді екен. Ол өте қиын екен. Дельтаны вывести очень тяжело. Он практически не выводится, кажется. Ал екінші гепатит жаңағы, который токсичный, лекарственный, сол жаңағы дәрідерден и арақтан болады. Алкогольный гепатит болады екен. И плюс к этому гепатит негізі мысалы фиброз болады ғой. Фиброз көбінде либо последствия жирового гепатоза, жаңағы бауыр майланғаннан болады екен, либо последствия гепатита болады екен. Ал енді медицина қалай қазір справляется с этими болезнями? Практически не справляется, потому что на рынке мына қазіргі таңда сұраныс өте көп баттарға. Адамдар өздерінің емдерін іздеп жүр. Байқайсыздар ма? TikTok болсын, Instagram болсын, Facebook болсын, бәрінің іздегені ем. Осы бауырдың проблеманың емін іздеп жүр. Сондықтан мына гепатит кезінде врачтар не істейді? Противовирусный, подавляющий, уақытша ұстап тұратын препараттарды береді. Но ол уақытша опять. Оларды жарты жыл сайын или жылына бір рет, жылына екі рет фибросканнан өткізеді. Фиброскан деген состояние печени, жаңағы фиброзның степенін определять етеді. Сондықтан сіздерге егер де мысалы клиенттер айтса, менде гепатит, анау деп енді мысалы консультация береміз ғой, сол кезде сіздер сұраңыз, фибросканнан өттіңіздер ма? Фиброскан өткен кезде қандай фиброз деп айтты? Бір деп айтты ма? Екі деп? Соның бәрі важно екен. Ол, оказывается, стадия вот этого фиброза. И төртінші фиброз, ол уже цирроз печени екен, оказывается. Потом, енді, естественно, ол гепатит болғандықтан гормональный сбой болады, иммунитет құртылады, потому что бауыр өзінің жұмысын атқара алмайды, обмен веществ нарушение болады, токсиндер көп болады қанда, и ол гепатит басқа вирустарға адамның ағзасын ашады екен. Любой вирусқа организм ашық екен. Представляете? То есть любой бір какой-то вирус, бактерия, қазір мне коронавирус қайтан шығып жатыр, любой адам, у кого проблемы с печенью, даже жировой гепатоз болса да, любой вирусқа ашық екен. Сразу вирусты қағып ұстап алады екен. Поэтому это очень страшно, я? Сондықтан жаңағы көбінде гепатит Б-да противовирусный препараттар береді медиктер, я, врачтар. Но олар білмейді да, что не то, что білмейді, может білетін шығар. Ол жарайды вирусты бір уақытқа активациясын, қалай айтсам, останавливают активацию вирусов, но они не восстанавливают клетки печени. Понимаете? Это как мен былай түсіндірген кезде, мысалы, біздің клеточное питание, протокол номер 1, всегда айтам, бізде 4 функция жұмыс жасайды. Бірінші не істейді? Очищение бастайды. Екінші восстановление. Үшінші идет питание. То есть питание деген кезде закрываем все вот эти вот, как сказать, дефицит всех нутриентов. То есть ағзаға, клеткаға қандай заттар керек, біздің протоколдың ішінде бәрі бар. Одан кейін төртінші, когда уже идет укрепление организма на клеточном уровне. А көп адамдар айтады, мен чистка жасаған, маған көмектескен жоқ дейді. Мен бауырымды тазаладым, мен қанымды тазаладым. Плазмафорез деген бар. Одан кейін ана өтті тазалап атады механически. Оның бәрі жұмыс жасамайды. Если в моменте не восстановить клетки, не пропитать клетки, понимаете? Вот это все не работает. И в следующий раз ол жаңағы жасап атқан очищение жұмыс жасамайды. Наоборот, ағзаға өте үлкен зиян әкеледі екен. Сондықтан почему Жұманбек Рамазанович көбінде айтады,
жесткий чисткадан мен вообще против. Механический чистка жасамаңыздар. Бармаңыздар ондай нәрсеге. Қинамаңыздар, өзі әрес тұрған организмді қинамаңыздар дейді. Сол кезде ғана түсіндім да, почему нельзя делать. Потому что, оказывается, біздің протоколдың, представляете, преимуществосы ғой, бір моментте ол 4 функция атқарады. Ал дәрігерлер ол проблеманы шеше алмайды, олар клетканы восстанавливать ете алмайды, гепатоциттарды. Сондықтан адамдардан нәтиже жоқ. Сондықтан қазір адамдар соцсетке кіреді, тиктоктан іздейді, анау бауырға деген өнім, и мен сіздерге тағы бір нәрсе айтқым келіп тұр. Көп адамдар маған, менің клиенттерім қазір ішіп жатқан протокол бойынша, олардың бәрі саумал ішкен дейді. Одан кейін торпеда деген бар екен, одан кейін қара зере май ішті дейді, одан кейін басқа баттарды іштім, бірақ көмектеспеді, расторопшын іштім дейді. Мен сол кезде түсіндім да, мен айтам, почему вот именно Жұмабек Рамазанович айтып жатыр, комплексный подход, протокол, комплекс қайта айтамыз. Потому что бір жаңағы саумал, ол жаңағы восстанавливать ете алмайды организм. Ол жаңғыз бауырды ғана емес қой, ол бүкіл қанды тазалау керекпіз 4 ай. Біз өзіміз айтамыз ғой, 4 ай қанды тазалау керекпіз. А олар хотят, и олардың таблеткалары, мысалы саумалдар бәрі, ол арзан дейді. Мен айтам, окей, арзан. Но ол результат бермейді ғой. Түсінесіздер ма? Мен айтам, біздің өнім қатты қымбат емес, бірақ өзінің құндылығы бар. Егер де біз сізге бір 10 теңгеге бір зат сатып қойбай бауырым күшті болады десе, мен өтірік айтқаным дедім. Екіншіден дедім, олар сатқан кезде неге сіздер барып, сол жаңағы жалобадарын сол кісілерге айтпайсыздар? Енді 10 мың теңге тұрады ғой, не деп айтам дейді да. Көрдіңіздер ма? А егер де сіздер қазір көру, іше бастағаннан бірінші күннен біздің мазалайсыз дедім. Қашан деп дедім. Солай ғой. Сондықтан біздің протоколдың маңыздылығын түсіну керекпіз. Өте мықты протокол. Прям Жұмабек Рамазановичқа үлкен рахмет. Мен где-то былай қараған кезде қазір таңда жаңа санасам 17 адам бауырдан ішіп отыр екен. 17 адам жировой гепатоз панкреатиттен ішіп отыр екен. Протокол бойынша 2 айлық, 2 айлық, 4 айлық комплексті алып ішіп жатыр. Уже изменение. Бірінші айдан бастап уже өзгерістер болып жатыр. Түсінесіздер ма? Бір қызым бар, панкреатит плюс еще фиброз, уже цирроз печени келатқан. Ісіне кеткен, қарны шар болып кеткен, уже не тамақ шалмайды, не ұйықтай ал, ұйқы жоқ дейді да. Сол қызым жас жіберіпті жаңағы. Айжан тәте, рахмет. Прям как будто заново родилась дейді да. Прям облегчение, өмір сүргім кеп, энергиям пайда болды дейді. Уже тамақ қорытылады дейді. Бұрын ана тамақты ішкенше дейді да, уайымдайтын, мынау қазір барады да, мына жерде тұрып қалады, қорытпайды, сосын түні бойы ұйықтай алмаймын деп ойлайтын дейді да. А қазір рахаттанып жүрмін дейді да. Оның Rich Baobab негізі 2010 жылдан бастап нарыққа шыққан. Ол өте керемет өнім. Ол Rich Baobab'ның ішінде 4 түр клетчатка бар. 2 растворимый, 2 нерастворимый. Растворимый ол сіңеді да, жаңағы бүкіл питательный веществоға шектен бастап питывать етеді. А нерастворимый ол не істейді, жаңағы шекте болсын, асқазанда болсын, жарадар болады, соның бәрін обволакивать етіп, защита жасайды, представляете? И бүкіл анау сол шектегі токсиндерді сорып алады, токсармен, и организмнен шығарып жібереді. Там столько, там более 200 витаминов, минералов, макро-микроэлементов. Оның ішінде жаңағы Baobab'ты айтатын болсақ, енді прям ойлап кетсем, действительно там шикарный продукт. Это, можно сказать, кладезь, это суперфрукт. Оның ішінде жаңағы зародыш пшеницы бар, который работает как эмбриональное клеточное питание. Потом оның ішінде глюкоман конжак бар, оның ішінде инулин пребиотик и рич жаңағы Baobab'тың дәні бар. Это очень богатейший продукт. Өте құнды өнім ол негізі. Baobab'тың өзі чего стоит? Енді протоколға кіретін келесі өнім ол фульвагуминовый комплекс. Это разработка уже советских ученых. Он был найден, жаңа айтады ғой, на предмете ядерной войны. Сол кезде еще ол как
запас болған. Сол кезде была же угроза, да, ядерной войны. Соған Совет үкіметінің несі, жаңағы, қалай айтсам, мемлекет, государство не было доступа, было совершенно секретно. И доступ был только для таких чинов, которые могли возможность, да, сол кезде, мысалы, Жұмабек Рамазанович 90-шы жылдарда бірінші рет көріп, фульвагуминді, мысалы, қандай құндылық деймін да, сол фульвагуминовый комплекс, оның ішінде 64, мысалы, 74 макро-микроэлемент, полезный компоненттер бар, 18 аминокислота бар, фульвовый, гуминовый кислоты ішінде бар. Это вот такой кладезь вообще негізі. Плюс протоколға кіретін тағы Остеавел, это новая разработка, это прям сделано по заказу Жұмабека Рамазановича. Оның ішінде, я говорю, этот продукт выполняет несколько функций. Он как и детокс работает, чистит, да, как адсорбент. Он работает как коллаген, потому что там есть рыбий, морской коллаген. Оның ішінде есть витамин С, это антиоксидант. Оның ішінде К2 бар, тоже иммунитет көтеретін. Оның ішінде глюкозамин, хондроитин, МСМ, витамин D3, богатейший продукт, монопродукт деп айтуға болады. Келесі өнім, эларгинин. Эларгинин королева аминокислот. Енді түсініп жатырмыз, жаңағы сигнальная молекула восстанавливает связь с головным мозгом, расслабляет сосуды. Вот представляете, бүкіл біз қан, организм қан тамырлардан тұрамыз. И представляете, маленький застой, там уже происходит воспалительный процесс, там уже разрушаются хорошие клетки. И вот именно благодаря эларгинину вот эти вот все проблемы убираются. Это сердечно-сосудистые проблемы, жүректің проблемасы. Это даже прямое назначение при жировом гепатозе, при проблеме фиброзной мастопатии, проблемы головного мозга. Тоже шикарный продукт, это доказательная медицина. Следующий йод. Йод это тоже. Сейчас вот катастрофически не хватает йода в нашем организме. Это вот каждый знает. Йод у нас ковалентно связанный. Он натуральный, ковалентно связан, то есть он хорошо усваивается нашим организмом. Передоз болмайды, қорықпау керек одан. Йод, который усваивается на 100%. Понимаете, это шикарный йод. Антипаразитарка, противовоспалительные эффекты бар. Потом мозговую деятельность восстанавливает. Это для детей, вот, допустим, у кого аутизм, у взрослых людей это деменция. Это Альцгеймер, это ЗПР, ЗРР, вот такие вот проблемы. ДЦП, пожалуйста, давайте йод по протоколу. Одан плюс еще продукт нефрогепа. Это вот айтадгой, бауырме, бүйрек находятся в одной меридиане, они работают вместе. Вот это поддержка для мочеполовой системы, для почек, для женских половых, для мужских половых органов. Это печень, это не только печень, это желчный пузырь, это поджелудочная железа, это вообще весь пищеварительный тракт, поддержка. Нефрогепа. Там натуральный, шөптердің бәрі натуральный. И самое главное, там расторопша, артишок, золотой тысячник, любесток. Это травы, которые помогают восстановить наш организм. Это печень, почки восстанавливают. Да? Сама экстракция очень уникальная. Технология получения этих вот капсул, да, нефрогепа, очень уникальная. То есть там они смотрят на шөпті жинаған кезде, она должна быть не переспетая, не доспетая. Это очень важно. Вот это влияет на качество трав, на качество нашего нефра и гепа. Можно купить расторопшу в аптеке. Я говорю, хай, покупайте, говорю. Но это обычная трава, непонятно где, непонятно как собрана. Понимаете? То есть там профессионализм керек. И вот как раз-таки наши вот эти вот продукты, они изготовлены очень качественным образом. Качественным, это экстракция качественная, технология очень дорогая. Следующее, что у нас там осталось? Фульвагуминовый комплекс айтем, Остеавел, эларгинин, нефрогепа, и рич баобаб и плюс йод. Вот эти вот жеті өнімдердің бәрі, это просто бомба, ребята. Бомба, это такая помощь біздің организмге қазіргі таңда. Всем нужно принимать. Жаңа Қасымжанға бір возражение келіп жатыр да, айтады, а в коробке же написано по одной саше в день дейді, да?
А в коробке же написано там с 18 лет Дима Абрдинки дейді. Сол кезде, когда ваши клиенты это говорят, вы объясняете, ребята, когда, чтобы получить сертификацию на этот товар, нам требует это писать. На самом деле это самый безопасный продукт. Мы даем уже детям, на кішкентай, жаңа жүгіруші 3 жаста, ему было всего 3 месяца, когда я ему давала фульвогуминовый комплекс. Когда ему мазала, когда давала, капала в рот. 3 месяца было. Понимаете? Надо об этом говорить. Это безопасный, полезный, органический продукт. Самый лучший, который работает на причину. В первую очередь клетки восстанавливать деп айту керек. Қазір нет такого продукта, который восстанавливает клетки. Мынау бәрі симбиоз, когда бірге қосылған кезде фульвогуминовый комплекс, речь баба, вот как раз фульвогуминовый комплекс айтайын деп жатырмын, да? Почему важно в протоколе, чтобы он был? Потому что он превращает вот эти все макро, микроэлементы, нутриенты в хелатную форму. То есть оказывается, ауыратын адамның клетканың мембранасы өте қатты болады екен. Не могут они пройти через клетку. Понимаете? И вот как раз-таки фульвогуминовый комплекс, он вот это все доставляет до каждой клетки. Ананың бәрін жинап алады да, все вот эти полезные компоненты, доводит до клетки. Это же чудо. Поэтому мы же говорим, что протоколымыз работает на 6 стадий заболеваний. На все стадии заболевания он работает. Реально. Мы уже видели, только начальная стадия, да, видели, как он работает. Видели, когда у человека там 4-я стадия, онкология, цирроз печени, там метастазы везде, да, там онкология груди и метастазы в печени, там еще в легких, там везде. Человек прошел на ремиссию. Понимаете? Это очень важно. Поэтому протокол работает на все вот эти этапы болезни.